Енемнің варенье жаса деп беріп жүрген вишнясына мен не дайындадым? Біздің үйде вишня вареньясы мүлдем желінбейді екен. Бұл вишня енді бостан-босқа тұрмас деп, былай да қолданам, былай да қолданам. Біздің үйде сок, компот, мохито деген соктар көп ішілінеді. Әсіресе балдар қатты жақсы көреді компотты. Вишняда типі мохито жасайтын боламыз. Ең алдымен 2 литр суды қайнатып алып, үстіне шекер немесе набат қосуыңызға болады. Қайнап атқан судың үстіне 500-600 граммдай вишня қосамыз. Үстіне 3 тілім лимон және де 2 тілім лайм қостым. Лаймды қоспасаңыз да болады, және де міндетті түрде мята қосамыз. Мятаны біз үй ішімізбен қатты жақсы көреміз, иісін өзі бөлек қой шіркін. Газды сөндіріп, бір 20 минутқа тұндырып қоямыз суытып. Ыдысыңызға міндетті түрде сүзіп алып, үстіне мұз қосуыңызға болады. Және де біз сияқты осылай мята да қосуыңызға болады. Жаз мезгілінде салқындатып ішсеңіз, тіпті керемет сусындардың бірі. Сіздермен болған Данка Ақтөбе. Осындай пайдалы ақпараттарды біліп отыру үшін менің парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыз.